Қалаға қарасты Құмшағал алқабында қаңғыбас иттер қаптаған. Бұралқылардың көшеде көбейгені сонша тіпті тұрғындарға да қауіп төндіруде. Ал арызын айтқан алқаптағы ағайынға жауапты басқарма неге жәрдемдесе алмай отыр? Сюжеттен көрейік. Құмшағал алқабының тұрғындары қаптаған қаңғыбас иттер бала түгілі ересек адамдардан да сескенбейтін болған дейді. Салпан құлақтардан әбден зәресі қалмаған қараша енді телеарнадан көмек сұруға мәжбүр. Себебі талай мәрте тұрғындардың талану фактісі орын алса да, жануарларға жауаптылардан бірде-бір бригада келмеген екен. Қабаған иттер көп болып жатыр. Көшеде қаңғыбас иттер жетеді. Иттер малға да, адамға да шауып жатыр. Бесіміз 7 лақ жеді. Әрқайсысы 2 қойын жеп кетіп жатыр. Көзінше біз қанша өтіндік, бізге ешқандай итті атуға рұқсат жоқ. Мұрша бермей жатыр деп айтып жатыр. Алаңдаған алқаптағылардың шу шығаратындай бар. Себебі 4 түлікке тиіскен иттер балаларға бас салып, үлкен кісілерге дейін шапқан. Ит қауып алды. Жабайы ит. Ақсу Жабағылы көшесінде. Мына бауырымызды ит істеп апты, кеше жарты сағат бойы талаған. Міне, аяғын көріп отырық, аяғын. Потом мына саннан. Сол себепте міне осындай жабай иттердің көзін құрту керек. Ал облыстық ветеринария басқармасы бұрынғыдай бұралқыларға қарсы қару қолдан алмағандықтан жұмыстарының қарқынды болмай жатқанын жеткізді. Жаңа заң бойынша жануарларды атуға тыйым салғандықтан мекеме жұмысшылары жануарларды жүгіріп жүріп құрықтауы қажет. Онымен қоса иттерге залалын тигізсе жазаланатыны тағы бар. Жануарларға қазір жауапкершілікпен қарау заңына байланысты енді біраз кішкене уақытша кедергілер келуде. Бұрынғыдай жаппай бас салып аулауға енді қазір рұқсат етілмейді. Бұған өзінің әкімшілік, қылмыстық жазалар өзі көзделуде қазір. Сондай-ақ басқарма басшысы мекемеге бюджетте бұрынғыдай бөлінбейді дейді. Қаржының қысқаруына байланысты иттерді аулайтын арнайы топтар саны да азайған. Мәселен, 2020 жылы басқармаға осы жұмыстар үшін 67 миллион теңге бөлінсе, былтыр 37, ал биыл 35 миллион теңге ғана қарастырылған. Тығырыққа тірелген жауаптардың енді қалай жұмыс істейтіні белгісіз. Белгілісі сол, ит аулайтын бөлім енді баяғыдай жақсы ататын қызметкерлер емес, жүгіруге бейім желаяқ жұмысшыларға сенім артпақ. Шерхан Абзаллы, Жамбыл Ньюс.